Саламатсыздар ма, менің құрметті көрермендерім? Бүгін біздер асқабақтан варенье жасаймыз. Ол үшін біздерге асқабақ керек болады. Одан кейін 400 грамм шекер керек болады. Одан кейін бізге апельсиннің цедрасы керек болады. Осылай бір апельсиннің цедрасын үккіштен өткізіп шығамыз. Мінекей біздер 2 килограмм көлемінде асқабақты турап алдық. Оған 400 грамм шекер салдық. Оның үстіне цедра апельсинін салдық. Бір апельсиннің цедрасы. Болды. Енді осыны бір былғап жібереміз де суы шыққанша күтеміз. Мінекей біздер былғап алдық. Мінекей менде бір түн тұрды. Енді осыны жай отта қайнатамыз. Өте жай отқа қойдым. Енді осыдан бүлкілдеп пісуін күтеміз. Қақпағын жабамыз, қоямыз. Мінекей бізде әдемі қайнады. Енді осылай араластырамыз. Сонда мінекей езіліп жатыр, көрдіңіздер? Дәл осылай еземіз. Болды, астын сөндіреміз. Бізде вареньеміз дайын. Әбден суытамыз. Содан кейін столға қоюға дайын. Ас болсын.